الله أكبر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті бауырлар, Алла тағала келген қадамдарыңыз сауапқа жазсын, және бүгінгі мәжіліс сұхбатымызда өзінің құзырында мақталған, періштелері қоршаған рахмына бөлінген мәжіліс сұхбаттардан етсін. Әрине, сәрсенбілік біздің мәжіліс Алла тағаланың кәлемінің аясында бүгінгі кезекті аят Бақара сүресінің 163 аяты. Алла тағала былай дейді: Астағизу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва илахукум илаху вахид, ла илаха илля хуа ар-рахманур рахим. Садақаллахул азим. Бұл аят өте ұлы аяттардың бірі. Бұл аят біздің жалпы дініміздің негізгі принципін баяндайтын, соны ашықтайтын аят. Мағынасы: сендердің құдайларың ол бір құдай, бір тәңір. Тәңір деген ол қазақтың құдай деген сөзі. Тәңір деген. Одан басқа ешқандай тәңір жоқ. Яғни ешқандай тәңір жоқ, тек ол тәңір, тек ол құдай. Және ол аса қамқор, ерекше, мейірімді. Қысқаша мағынасы аятта. Яғни Алла тағала бұл жерде ашық бізге таухидты айтып отыр. Таухид бүкіл пайғамбарлардың ең негізгі дағуаты, ең негізгі шақырғаны осы таухид болған. Алла тағаланың бірлігіне шақыру. Тәпсір ғұламалар болса да бұл аятты жан-жақты талқылайды, жан-жақты түсіндіреді. Иләх деген сөз не сөз? Иләх біз тікелей құдай, тәңір дейміз. Бұл арабтың тілінде, яғни оған сыйынылатын, табынылатын нәрсе. Яғни иләх. Кім неге табынады? Біреу тасқа табынады, оның иләхі тас. Біреу күнге табынады, оның иләхі күн. Біреу айға табынады, оның иләхі ай. Яғни кім неге табынады, неге құлшылық етеді, неге сыйынады, демек оның иләхі сол, яғни құдайы. Арабтарда иләх деген, яғни ол осындай мағынада. Мысалы, Алла тағала Құран кәрімде біраз жерде иләх сөзін қолданады. Сол мағынада. Фараға иля алихатихим. Олар өздерінің құдайларына, яғни олар өздері табатын нәрселерге қарай кетті дейді. Арайта ман иттахаза илаху хава. Сен көрмедің бе дейді. Өзінің жай ғана жаңағы нәпсінің құмарлығын құдай қылып алғандарды қарамайсың ба дейді. Нәпсінің жаңағы өзінің жан дүниесінің қалауын өзіне құдай қылып алғандарды қарамайсың ба деп келетін аят бар. Яғни осы жерде де иләх сөзін қолданады. Яғни бұл деген сөз ва илахукум илахун вахид, яғни сендердің табынатындарың ол бір ғана құдай, бір ғана табынатын зат деген мағынаны білдіреді. Ла илаха иллаху. Одан басқа ешқандай сендерге табынатын нәрсе жоқ. Ар-рахманур рахим. Ол аса қамқор, ерекше, мейірімді. Болса да бұл жерде Алла тағаладан басқа ешқандай табынуға лайықты, шын мәнінде оған сыйыну керек, табыну керек ешкім жоқ деп Алла тағала кесіп отыр. Тәпсір ғұламалары бір мәселені айтады. Біз өткен аяттарда ақиқатты жасыру жөнінде айтқан болатынбыз. Бұл аят сол аяттарға тікелей қатысты дейді. Ол Алла тағаланың бір екендігін, Алла тағаланың жалғыздығын насихаттау, оны жеткізу пайғамбарлардан бастап әрбір Алланың хақ жолындағы құлдың міндеті.
яғни пайғамбарлар өздерінің халқына, қауымына насихаттау керек. Біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бүкіл адамзатқа Алла тағаланың бірлігін насихаттайтын, насихаттауға тиісті Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам. Сол секілді әрбір момын мұсылман өзінің отбасын осы ақиқатқа шақыру керек. Яғни жасырмау керек. Оған немқұрайлы селқос қарамау керек дейді. Бұл Алла тағала енді жасырмау керек ақиқат ең бірінші не ол дегенге осы аятпен жауап беріп жатыр дейді. Ең бірінші жасырылмау керек діннен ақиқат ол Алла тағаланың бір екендігі. Ең бірінші таухид паш етілу керек. Яғни бір Аллаға құлшылық ету, бір Алладан сұрау, бір Аллаға табыну, бір Аллаға сыйыну, міне осы паш етілу керек. Осы нәрсе ең бірінші айтылу керек, ол жасырылмау керек деген Алла тағаланың, яғни бұл үлкен ескерту дейді. Ибн Аббас радиаллаху анхума, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның немере інісі. Бұл аяттың түсуіне байланысты мынандай бір оқиғаны бізге жеткізеді. Құрайш келіп, Құрайш, яғни мұсылман емес, Құрайштың өкілдері. Солар келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға айтты дейді: "Я Мухаммад, унсуб лана раббак." فأنزل الله تعالى سورة الإخلاص وهذه الآية. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Құрайш келді де: "Я Мухаммад саллаллаху алейхи уассалам, сен бізге Раббыңның тегін айтып бер" деді. Яғни Раббың қайдан келеді өзі, қайдан бастау алады, тегі кім оның деген секілді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға тиісу, бір жағынан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам насихаттаған Алла тағаланы кемсіту, сондай мақсатта айтты олар. Сен Раббыңның тегін айтып бер деп. Сол кезде Алла тағала біріншіден Ибн Аббас айтады, Ixlas сүресін түсір дейді. Ixlas сүресінде біз білеміз, Ixlas сүресі толығымен таухид сүресі. Бір Алладан басқаға құлшылық етпеу сүресі. Құл хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад. Жауап. Яғни ол айт сен, Алла тағала жалғыз, және ол еш нәрсеге мұқтаж емес. Және ол тумады, және оған ешқандай тең жоқ деген сүре түсті дейді. Сосын осы аят. Яғни мынау Құрайштың осындай сұрағына қатысты осы оқиғаның салдарынан желісімен осы Ixlas сүресімен біз қазір өзіміз оқып жатқан аят түсті. Демек, аяттың түсу себебі ретінде біздің тәпсір ғұламаларымыз осы оқиғаны айтады. Сосын арға айтты: "Вакана лил мушрикина 360 санама, фабайяна Аллаху аннаху вахид." Яғни бұл кезде мүшриктердің 360 бұты бар еді. Олар табынатын, олар сыйынады. Алла тағала осы аятпен баяндады дейді. Бір ғана Алла бар, бір ғана жаратушы бар. Табынуға да, құлшылық етілуге де лайықты тек бір өзі деп Алла тағала бұл аятпен және Ixlas сүресімен баяндады дейді. Бұл аятта тағы бір мәселе бар. Бұл аятта жоққа шығару бар және бекіту бар дейді біздің тәпсір ғұламаларымыз. Жалпы ақида ілімінің, кәлам ілімінің білгірлері осылай айтады. Яғни бұл жерде ла илаха деген сөз бар. Яғни ешқандай тәңір жоқ, құлшылық етілуге лайықты еш нәрсе жоқ дейді. Сосын исключение келеді: иллаху, тек ол ғана. Иллаху, яғни тек қана Алла тағала ғана. Бірінші бөлігі жоққа шығару, екінші бөлігі бекіту. Тағы бір ғұламалар айтады, бірінші бөлігі оның күпірлік дейді, екінші бөлігі иман дейді. Яғни күпірлік бүкіл Алла тағаладан басқа құлшылық етілетін нәрсенің барлығына күпірлік. Және бір Аллаға иман. Яғни біз қашан? Біз сондай мағынада шынымен кәпір болып есептелеміз. Қай жағынан?
Біз бір Алладан басқаның барлығын Құдай емес деп есептейміз. Сол мағынада біз жоққа шығарушымыз. Яғни қандай тасың болсын, табиғаттың құбылысы болсын, немесе бір ырым болсын, болмаса қандай да бір тағы бір адамдар сыйынатын дүние болсын, су болсын, не болса да, құбыжық па, жын ба, аруақ па, ол мысал үшінге. Оның барлығы Құдай емес деп біз жоққа шығарамыз. Сосын екінші бекітеміз, бір Алла ғана, ол біздің Раббымыз, жаратушы, құлшылық етілуге бүкіл әлемдерді жаратқан Алла тағала ғана лайық деп бекітеміз. Бұл аятта сол нәрсе бар. Яғни ол жаңа мен айтып отқан күпірлік дегеннен қашып біздің кейбір ғұламалар соншалықты сақтанғаннан мен тағы да Құдай жоқ деген әңгімеге түсіп қалмайын деп. Және сол Құдай жоқ, ажалды білеміз ғой біз. Ажал деген ол сен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, бәтеңкеңнің бауынан жақын дейді. Ажал бәтеңкеңнің бауынан жақын. Яғни біздің бәтеңкеміздің бауы ең жақын жүретін дүниелерден ғой, енді өзіңмен бірге жүреді ғой. Яғни ажал деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір риуаяттарда келеді, бір жаққа сәлем бергеннен кейін намазда екінші жаққа сәлем бергенше бармын ба жоқ па бір Алла біледі дейді. Шын мәнінде солай. Егер рызқыңыз бітсе, ажал келетін болса, онда бір мезет секунд болды. Алла тағала рызықты, ажалыңызды жібереді, нәпәсіңізді, яғни демалысыңызды, тыныс алуыңызды, жүрегіңізді соғысын тоқтатса салады, болды. Ары қарата кетті. Алла тағала бізге әлі ғұмыр бергеннен кейін, ажалды жібермегеннен кейін отырмыз, жүрміз, Аллаға шүкір. Бәріміз куәміз, ол ажал қарамайды. Жас, кәрі, ауру, сау, еш нәрсеге қарамайды. Яғни ғұламалар айтады екен, кейбір ғұламалар Аллаху ху Алла дейді екен, иллалла. Аллаху иллалла. Яғни Алла хуа деп ла илаханы айтпай Алла деп айтатын еді. Неге? Себебі мен ла илаханы айтып, сосын иллалланы айтпай тұрып, жаным шығып кетсе не істеймін мен? Сонда ла илаха деген сөзбен қалып кетем ғой деп, соншалықты қорқатында ғұламалар болған екен. Себебі ол жаңағы бірінші бөлігі жоққа шығару деп біз айттық. Демек, илахун вахид, яғни ол жалғыз Құдай. Жалғыз деген сөзде көп нәрсе бұл сөзде ортақтасуы мүмкін. Мысал үшінге біреулер отбасында жалғыз қалды. Жалғыз ұл дейміз біз. Жалғыз қыз дейміз біз, мысалы кейде. Жалғыз қызы бар, бір ғана ұлы бар, немесе оның өз әулетте өз жалғыз өзі қалды деген секілді. Немесе менің жалғыз ғана осындай бір мәшинем, көлігім бар. Айтамыз, жалғыз деген сөзді, біреу деген сөзді біз қолданамыз. Бұл мәселеде әрине ол сан ретінде Алла тағаламен Алла тағаланы жалғыз деп бір деп айту екеуі бір-біріне ұқсауы мүмкін. Бірақ ол Аллаға ұқсас дегенді білдірмейді. Біздің ғұламаларымыз айтады, Алла тағала ол санды айтуда, мөлшерді айтуда ол ұқсауы мүмкін дейді басқа мақұлықтар Алла тағаланың бұл есіммен. Бірақ Алла тағала сипаттарында, Алла тағала затында, болмысында, ісінде Алла тағала ешкім ұқсамайды деген мағынаны білдіреді. Яғни бүкіл өзінің сипаттарында, есімдерінде, затында, болмысында Алла тағала жалғыз біреу. Ол мәселеде Алла тағаламен ортақтасатын немесе Аллаға ұқсайтын еш нәрсе жоқ деген сөз. Сосын бұл жердегі бір деген сөз тағы бір мәселе, яғни ол ешқандай бөлінбейді деген сөз. Мысалы, адам баласы бөлінеді. Адам баласы біз әр түрлі бөлшектерден құраламыз. Немесе көлік әр түрлі бөлшектерден құралады. Яғни біздің қолымыз бар, бір мүшеміз, аяғымыз бар, бір мүшеміз, көзіміз бар. Яғни біздің бөлшектеріміз, мүшелеріміз бар, көп. Бірақ ол Алла тағалаға қатысты емес. Бір деген сөзі, яғни Алла тағала ондай бөлшектерден тұрмайды. Алла тағала ол бір нәрсе, бір
белгілі бір бөлшектерден немесе белгілі бір бөліктерден болмаса тағы бір әртүрлі жаңағыдай құрамдас нәрселерден құралған жаратушы емес. Яғни Алла тағала егер де біз секілді бөлшектерден тұратын болса, онда Алла тағаланың бір бөлшегі екінші бөлшекке мұқтаж болып қалады дейді. Мысалы біздің дене мүшелеріміз, бір мүшеміз екінші мүшеге әрдайым мұқтаж. Мысалы қолымыз көзге мұқтаж, аузымыз қолға мұқтаж. Сол секілді біздің мысалы үшінге асқазанымыз аяққа мұқтаж, себебі аяқпен бару керек ол жейтін жерге, мысалы үшінге алатын жерге деген секілді. Яғни біздің бүкіл мынау мүшелеріміз бір-бірімен тығыз байланысты, бәрі бір-біріне мұқтаж. Қашан бір нәрсеге екінші нәрсеге мұқтаж болды ма, демек оның бар болуы соған қатысты. Ал Алла тағаланың бар болуы еш нәрсеге қатысты емес. Сондықтан уәжибәл вуджуд дейді. Алла тағаланың бар болуы ол еш нәрсеге байланысты емес. Біздің бар болуымыз жан-жақты әр нәрсеге байланысты, қатысты. Біздің бар болуымыз. Ең бірінші біздің бар болуымыз болса да Алла тағаланың бізді бар етуіне мұқтаж. Сол секілді ары қарата біздің бар болуымыз, бұл өмірді сүруіміз көп нәрсеге байланысты. Ата-анамыздың бір-бірімен некелесуіне, одан кейін олардың солай бір-біріне қосылуына, ары қарата туылуға, ары қарата біз анамыздың мысалы үшінге омырауын емуге, ары қарата тағы да мысалы үшін өмірде не қажеттілік бар, біздің бар болуымыз, яғни көп нәрсеге байланысты. Бірақ Алла тағаланың бар болуы еш нәрсеге байланысты, қатысты емес. Яғни бұл жердегі илахукум илахун вахид ла илаха иллаху дегеннің бүкіл астындағы мағыналардың бәрі осы дейді. Яғни Алла тағаланың бар болуы ол еш нәрсеге қатысты емес, ол міндетті бар болу. Біздікі мүмкін бар болу дейді. Яғни Алла тағаланың бар болуы ол басы да жоқ, аяғы да жоқ. Біздің басымыз бар. Яғни басталуымыз бар. Біз қай жерден басталамыз? Біздің басталуымыз ары қарата кеткенде Адам алейхиссаламнан басталамыз. Ары қарата кететін болса. Бер жағынан келсек болса да енді айта береміз. Біздің басталуымыз Адам алейхиссаламда жатыр. Бітуіміз болса да ол Алланың құзырында. Бірақ Алла тағаланың ондай басталуы жоқ. Яғни ол ешкім ол мәселеде Алла тағалаға ұқсамайды, Алла тағалаға ешқандай ортақтаспайды. Яғни бүкіл барлық басқа нәрсенің барлығының бар болуының басы немесе негізгі себеп болатын ол Алла тағаланың, яғни құдіреті немесе Алла тағаланың шешімі. Жуббәи айтады, демек Алла тағаланың жалғыз бірлігі, жалғыздығы ол негізгі төрт нәрсемен дейді. Алла тағала белгілі бір бөлшектерден тұрмайды, немесе Алла тағала белгілі бір мүшелерден тұрмайды деген сөз. Яғни Алла тағала жаңа мен айтып өткендей бастауы жоқ жаратушы. Бастауы жоқ Алла тағаланың. Әуелден бар бола береді, және бітуі де жоқ. Қалған Алладан басқаның барлығы бастауы да бар, бітуі де бар. Яғни осы өзінің Алла тағала сипатында оны қидам дейді. Алла тағала бір жалғыз. Сол секілді Алла тағала өзінің құдайлық, тәңірлік өзінің сипатында, яғни құлшылық етілуге лайықты жалғыз зат, жаратушы ретінде де Алла тағала жалғыз. Сол секілді Алла тағаланың білімі ол басқа бір нәрсемен байланысты емес. Мысалы үшін біздің біліміміз әр түрлі нәрсемен байланысты. Біздің біліміміз
кітапқа қатысты, біздің біліміміз осындай отыратын біздің дәрістерімізге қатысты, біздің біліміміз мектепке байланысты, біздің біліміміз университетке байланысты, біздің біліміміз жан-жақты анаған мынаған қатысты. Біз өзімізбен өзіміз білім біздің бойымызда тұрған ондай жаратылыс емеспіз. Біз жай ғана жаратушы пендеміз. Сол секілді басқа жаратылыстың барлығы сондай. Бірақ Алла тағала алимун бинәфсихи. Алла тағаланың білімі ол өзінің затында білімі. Еш нәрсеге қатысты бір нәрседен білімді Алла тағала немесе бір ақпаратты алмайды. Сол секілді Алла тағаланың құдіреті де біздің құдіретіміз де көп нәрсеге байланысты. Біздің құдіретіміз жай ғана мысалы үшін күніге ұйықтайтын ұйқымызға байланысты ғой. Қатты ұйқыңыз келетін болса, бітті құдірет бәрінен күш, қайрат бәрінен айырыласың. Жай ғана ұйқыға қатысты ғой. Тағам, басқа нәрселерді айтпағанда. Ұйықтамасаңыз, 2 күн ұйықтамасаңыз, мысалы, көлік жүргізіп көріңіз, қаланың ішіне кетіп барып ұйықтап қаласыз. Әлі қауқарыңыз қалмайды, қаланың ішінде кетіп барып бір елде ұйықтап қаласыз. Неге? Себебі сіздің ұйқыға Алла тағала қарапайым нәрсе байлап қойған. Бірақ Алла тағаланың құдіреті ондай емес. Демек, Алла тағала өзінің осы сипаттарының барлығында да жалғыз. Әл-Қади айтады, Алла тағала жалғыз өзінің затында, оған ешқандай ұқсайтын еш нәрсе жоқ деген сөз. Алла тағала өзінің сипатында, оған теңдес еш нәрсе жоқ. Алла тағала өзінің істерінде жалғыз, оған ешқандай серік жоқ істерінде. Алла тағаланың жаратуы, Алла тағаланың рызық беруі, Алла тағаланың тірілтуі, Алла тағаланың бар етуі, Алла тағаланың өлтіруі, Алла тағаланың жоқ етуі, Алла тағаланың бір нәрсенің пайдасын тигізуі, бір нәрсенің зиянын тигізуі, оның барлығы да Алла тағаланың өзіне ғана тән. Еш нәрсе ол жерде Алла тағаламен болса да ортақтаспайды. Алла тағаладан басқаның барлығы да, яғни бұл өмірде уақытша. Алла тағаладан басқаның барлығы. Біздің қасиеттеріміз, яғни жаратылыстың, немесе ерекшеліктеріміз, біздің сөзіміз, біздің мысалы түріміз, барлығы белгілі бір заманға, уақытқа байланысты. Бұлай қарасақ. Мысалы қазір биыл осы түр бар менде. Биыл. Бірақ 2 жылдан кейін бұл түр болмайды. 2 жылдан кейін мысалы қара сақалдарым болмайды. 2 жыл, 3 жылдан кейін мысалы үшін менің кішкене жылтыр бетім болмай қалып, әжім түседі мысалы. 10 жыл, 20 жылдан кейін мүлде мысалы шал болып отырасың мысалы деген секілді. Дауыс өзгеріп кетеді. Бұл жігіттер болмайды мысалы деген секілді. Біз себебі жаратылыспыз. Сондықтан біздің әрбір ерекшелігіміз қажет болса уақытқа да байланысты, уақытқа байланған. Сіз қазір мысалы үшінге 30-дасыз ба, 30-дағы мүмкіндіктеріңізді 50-де көрмейсіз. Мүмкін емес ол. 50-де басқа жағдайға түсеміз біз. Алла тағалада олай емес. Алла тағаланың сипаттары барлық уақытта бірдей жағдайда. Білімі де барлық уақытта бірдей жағдайда болады. Алла тағаланың. Алла тағала үшін өткен шақ, осы шақ, келер шақ деген жоқ. Алла тағала үшін бір шақ болды, барлығы бір уақыт. Алла тағала бұдан алдын өткен 5000 жыл алдыңғы жағдайды қалай білсе, бұдан кейін 5000 жыл кейін болашақта не болады, екеуін бірдей біледі. Сондықтан Алла тағала Құран кәрімде Нахл сүресінде осылай бастайды. Ата амруллахи фәлә тастағжилух дейді. Ойлап қараңыздаршы, қызық. Бұлай нонсенс, қарама-қайшы секілді. Яғни Алла тағала айтып отыр бұл аятта, Алланың әмірі келді, сендер оған қарай асықпаңдар дейді. Келді, сен оған қарай асықпа. Қалай сонда? Ойлап қараңыздаршы, болып қойған нәрсе. Қалай оған адам асығады? Болып қойған нәрсе. Мысалы үшінге сіз бір жұмысқа орналасамын деп хабар күтсеңіз асығуыңыз мүмкін.
отдел кадрдан күтесіз, немесе бір замнан күтесіз, хабар күтіп жүресіз, асығып жүресіз. Ол болған жоқ. Ол ертең звондайды, немесе бір аптадан кейін хабарласады, немесе мүмкін бір айдан кейін сіз жұмысқа шақырады. Оған сіз асығасыз. Себебі неге? Себебі болашақта болады. Бірақ сіз мысалы үшін жұмысқа орналасып қойғансыз. Бір апта бұрын орналасып қойғансыз. Уже ол жұмыс сіздің қолыңызға түскен. Сіз істеп жатсыз. Соған қарай асығасыз ба сіз мысалы? Қашан хабарласады екен, қашан жұмысқа орналасады екен деп асығасыз ба? Асықпайсыз. Болып қойған нәрсеге адам асықпайды ғой. Бірақ мына жерде олай емес. Ата амруллахи фала тастажилу. Алланың әмірі келді деп өткен шақпен айтып отырды. Сендер оған қарай асықпаңдар дейді. Яғни бұл жерде қияметті айтып отыр. Қиямет болды. Сендер оған асықпаңдар деп тұрды. Сендер оған асықпаңдар деп Алла тағала біздің жағдайымызды айтып отыр. Сендер қияметке қарай қашан болады дей бермеңдер. Одан да амалдарын жасаңдар. Дайындалыңдар. Ол сендердің задачаларың емес деп ескертіп жатыр да. Бірақ келді деген не ол? Келді дегенде бұл жерде Алла тағала өзінің құзырындағы уақыт өлшемімен айтып отыр. Алла тағаланың құзырында ол қиямет болып қойған. Алла тағала ол қияметтің қалай болатын барлығын біліп тұр. Алла тағала үшін өтіп кеткендей ол өткен шақ, келер шақ, осы шақ бәрі бір шақ. Сол үшін Алла тағала өзінің бұл жерде уақыт өлшемі ешқандай бізге қатысты секілді еместігін білдіру үшін осылай айтып тұр дейді. Мен үшін болашақ деген нәрсе жоқ. Барлығы бірдей маған көрініп тұрады, білініп тұрады деп Алла тағала ескерту үшін осылай айтып отыр. Сондықтан Алла тағаланың сипаттары ол уақытқа қатысты емес. Ісі Алла тағаланың амал сөзі деген секілді. Енді бір мәселе бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір сөзінде айтады: "Ман кана ахиру каламихи ла илаха иллаллах дахалал жанна" дейді. Кімнің ең соңғы сөзі ла илаха иллалла болса, жәннатқа кіреді дейді. Енді біздің тәпсір ғұламаларымыз талқылайды. Егер адам баласы айтпай өтіп кетсе қалай болады дейді бұны. Соңғы жағдайда, соңғы мезеттерде біздің жағдайымыз әртүрлі болады. Енді біреулер ондай жағдайға куә болды, біреулер куә болған жоқ. Жақынның өмірден өтіп баратқан көрді. Ол өлім далбасасы деген, немесе ажал сағаты деген оңай емес. Ол кезде мысалы кім қандай жағдайда болады, бір Алла біледі. Есінен адасып қалуы мүмкін. Біреу айтпай кетсе қалай болады? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтуын айтып жатыр. Айтпай кеткенде бұл жерде біздің тәпсір ғұламаларымыз айтады: "Ла илаха иллалла Мухаммадур Расулулланы айту жүрекпен." Ол егер де соңғы сәтінде жүрегімен Алладан басқа ешбір құдайды мойындамай, тек бір Алланы Раббым деп өтетін болса, онда ол жәннатқа кіреді дейді. Жүрегінде сол сенім болатын болса дейді. Кейбіреулерде сондай сұрақ туы мүмкін. Енді кейде сондай жағдай болады дейді. Ла илаха деп баратады да оның демі үзіліп кетеді. Өмірден өтіп кетеді. Яғни былай қарағанда сыртқы жағдайын қарайтын болсақ, ол Алла тағаланы құдайды жоққа шығарып өткен дейді. Құдай жоқ, Алладан басқа деген сөзді айтпай кетіп қалды ол. Ол жүрегімен егер де Аллаға сенген құл болатын болса, ол бұл жердегі айтқаны оған зияны жоқ дейді біздің ғұламаларымыз. Сондықтан кәлиманы айтудың соңғы мезеттегі ажалдың алдындағы үкімі жалпы біздің тәпсір ғұламаларымыз айтқан осылай. Енді илахукум деп тұр. Сендердің құдайларың деп тұр. Сендердің құдайларың деп бұл жерде барлық адамзатты айтып тұр. Тек қана момын мұсылмандар демесе. Біздің тәпсір ғұламаларымыз айтады, қалай дейді? Ол Алла тағала басқа дін өкілдерінің құдайы емес, ол тек мұсылмандардың құдайы ғой дейді. Себебі мұсылмандар ғана мойындайды. Яғни Алла Раббымыз деп біз мойындаймыз, басқалар мойындамайды ғой. Әрине біз мойындаймыз, бірақ шын мәнінде бүкіл құлшылық етілуге міндеттілердің барлығының құдайы ол Алла тағала. Құлшылық етуге міндетті адамзаттың барлығын. Сол мақсатта бұл жерде Алла тағала сендердің деп бүкіл адамзатты айтып отыр. Сендердің деп, яғни бүкіл
адамзатты айтып отыр. Жалпы енді бұл жердегі негізгі мәселе, яғни кәлима. Ла илаха илля ху. Одан басқа ешқандай тәңір жоқ. Бұл кәлиманың біздің ғұламаларымыз айтады, тәпсір ғұламаларымыз. Кәлиманың осы Алла тағаланы бір деп танудың негізінде бүкіл мынау әлем жаратылған. Алла тағала وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ деді. Мен жындар мен адамдарды өзіме құлшылық ету үшін жараттым деді. Алла тағалаға біз қалай құлшылық етеміз? Қашан құлшылық етеміз? Егер оны бір ғана Раббымыз, менің бір ғана жаратушым деп мойындайтын болса, адам да жын да сол кезде оған құлшылық етеді. Ал мына аспандардың, жерлердің және бүкіл мынау жаратылыстың барлығы осы мақсатқа бізге көмектесу үшін жаратылған. Бүкіл бар. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ дейді Алла тағала. Бүкіл мына аспандардағы, жердегілері және оның екеуінің арасындағы нәрсенің барлығын сендердің қызметтеріңе қор етіп беріп қойдым дейді. Беріп қойды дейді Алла тағала. Бүкіл аспан, жер, жаратылыс, хайуанаттар, тау, тас барлығы, егер біз кішкене пікірлеп қарайтын болсақ, бізге қызмет етеді ғой. Бізге қызмет етеді. Біздің өмірімізге, біздің рызқымызға, біздің жаңағы мамыражай өмір сүруімізге, біздің бақытты болуымызға, біздің жылынуымызға, біздің мысалы жаңағыдай киінуімізге қызмет етеді ғой. Бізге қызмет етпейтін басқа бір жаратылыс бар ма? Бәрі бізге қызмет етеді. Ана жыртқыш жануарлар, хайуанаттардың өзі бізге қызмет етеді. Өздерінің табиғи өмірлері арқылы. Зерттеушілер айтып жатыр ғой. Мысалы қасқыр өлекселер жеу арқылы мысалы үшін қалай адамға қызмет етеді. Білеміз ғой. Сол өлекселер жеу арқылы қаншама аурулардың таралуының алдын алады мысалы. Сөйтіп адамдар ауруға ұшырамайды, жаңа оба ауруы, жұқпалы ауруларға деген секілді. Ар қарата әрбір жаратылыстың өзінің адамға жасайтын қызметі, көмегі барды. Сондықтан біздің ғұламалар айтады, демек бүкіл мына жаратылыстың барлығы адамға қызмет ету үшін жаралған. Ал адам не үшін жаралған? Адам құлшылық үшін жаралған. Демек ананың барлығы бір Алланы мойындату үшін, бір Аллаға адам баласының басы иілу үшін жаратылған, бар болған деген сөз. Яғни бұл кәлиманың ла илаха илля хуаның құдіреті. Бұл жай ғана аят емес. Яғни осы сөзді насихаттау үшін елшілер жіберді. Осы сөзді, осы принципті, иманды үйрету үшін Алла тағала кітаптарын түсірді. Шариғаттарды жіберді. Яғни осы сөздің нәтижесінде адам баласының, осы сөзді мойындамау нәтижесінде адам баласының жәннат немесе тозаққа баратын тағдыры шешіледі қияметте. Жоқ, ол сіздің намазыңыз бұзылмайды. Сіздің намазыңыз бұзылмайды. Ол егер қарамай өткен болса, ол жауап береді Алланың алдында. Сіздің намазыңызға зиян жоқ. Ол өз жауап береді. Яғни осы кәлима үшін, кәлиманың ақысын өтедік пе, өтемедік пе, соған ертең сұрақ жауап болады. Яғни қияметтегі сұрақ жауап осы кәлиманың негізінде болады. Ең бірінші қабырға түскеннен кейін бізге қойылатын сұрақ мән Раббук, сенің Раббың кім? Сол кезде осы кәлимамен жауап береміз керек. Пайғамбарың кім? Айналып келгенде бүкіл біздің өмірімізде, біздің болашағымыз барлығы осы кәлимамен шешіледі. Осы иманмен шешіледі яғни. Арғата айта берсек, әрине өте көп. Ең бірінші сұралатын, яғни қиямет күні Алланың құзырына барған уақытта екі нәрседен сұралады дейді. Тәпсір ғұламаларымыз айтады. Ма кунтум та'будун ва маза ажабтумул мурсалин.
Сендер неге құлшылық ететін едіңдер және Алланың елшілеріне қалай жауап бердіңдер деп. Бірінші сұраққа ла илаха иллаллах, яғни бір Алладан басқа тәңір жоқ деп жауап береміз. Беруіміз керек, тиістіміз. Сол кезде біз Алла тағаланың қаһарынан құтыламыз. Екінші жауапқа Мұхаммадур Расулуллах. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Алланың елшісі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кәлима жөнінде бір хадисте айтады. Әл-иману бид'ун ва саб'уна шуба. Яғни ау бид'ун ва ситтуна шуба. Иман 70 бірнеше немесе 60 бірнеше тармақ дейді. Афдалуха қаулу ла илаха иллаллах. Сол ең абзал тармағы ла илаха иллаллах деп айту дейді. Ең төменгісі ва аднаха имататул аза анит тариқ дейді. Ең төменгі тармақ ол жолдан бір кедергіні адамдардың алып тастау, адамдардың жолынан оларға аяғына оратылатын бір кедергіні, ол тас болуы мүмкін, ол шыбық болуы мүмкін, ол немесе бір қағаз болуы мүмкін, ол немесе мысалы үшін жолда жатқан ана мәшіне мына мәшеден ұшып кеткен бір доңғалақ болуы мүмкін. Сіз жолда кетіп бара доңғалақ жатыр, тоқтаңыз, алып тастадыңыз ба, демек ол иманның, сіздегі иманның тармақтарының бірі. Демек, ол иман деген тек қана ла илаха иллаллах Мұхаммадур Расулуллах емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл жерде ашық айтып отыр. Ең ұлысы, ең жоғары тұратыны ол дейді. Сол секілді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы кәлима үшін күрескен. Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисте айтады: "Умирту ан уқатилан наса хатта яшхаду ан ла илаха иллаллах", арғата жалғастырады діннің үкімдерін, діннің негіздерін. Мен адамдармен осы кәлиманы олар айтқанша Алла тағаладан басқа ешқандай тәңір жоқ деп куә етпегенше күресуге бұйырылдым дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы ақиқатты жеткізуге бұйырылған, сол үшін күресуге міндеттелген Алланың елшісі болса да үммет оны жалғастыру керек. Хадис әл-битақа деген бар. Хадис әл-битақа, яғни ол карточка бар ғой. Оны қазақшасын не дейміз карточканы? Кәдімгі көрсететін куәлік секілді. Карточка хадисі деген бар бізде. Суннада келеді. Оны Абдулла бин Амр ибн ал-Ас радияллаху анхума риуаят етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: "Инна Аллаха сайухаллису раджулан мин уммати аля руусил халайқ яумал қияма." Алла тағала қиямет күні бүкіл жаратылыстың алдына менің үмметімнен бір кісіні шығарады дейді. Фаяншуру алейхи тисаатан ва тисаина сижилла. Оның алдына 99 құжатты жаяды дейді. Күллу сижиллин мислу маддил басар. Әрбір жайылған құжат кәдімгі анау көз қай жерге дейін жетеді дейді, сол жерге дейін жалғасып тұр дейді. Сондай үлкен құжаттар ғой. Ұзынан ұзақ құжаттар. ثم يقول أتنكر من هذا شيئا. Яғни оның амалдары ғой жасаған. Сосын сұрайды дейді: "Сен мына алдыңа жайылған, өзіңнің алдыңда көрініп тұрған нәрсенің біреуін жоққа шығарасың ба?" дейді. "Азаламака катабати ал-хафизун." Менің жазушы періштелерім, яғни әрдайым біздің екі иығымызда отыратын, жақсылығымыз бен жамандығымыз жазып отыратын періштелерім саған зұлымдық жасаған жоқ па, әйтеуір жала жауып жіберген жоқ па, артық жазып жіберген жоқ па деп сұрайды. Сол кезде ол айтады: "Ла я Рабб." Ешқандай я Рабб, мен оны жоққа шығармаймын, және олар ешқандай маған зұлымдық жасаған жоқ, жала жапқан жоқ дейді. Фаяқулу афалака узр. Сенің бір сылтауың бар ма, айтады, үзірің бар ма, бір ақталатын бір жағдайың бар ма деген уақытта фаяқулу ла я Рабб, мен ақтала алмаймын. Себебі мен ақталатындай, мен нәпсіме еріп кеттім, мен ақталатындай ешқандай қиын жағдай, қысымшылық жағдай болған жоқ менде. Фаяқулу бәла инна лака индана хасана. Сол уақытта Алла тағала айтады: "Жоқ, олай емес" дейді. "Сенің біздің құзырымызда жасаған бір жақсылығың бар" дейді. Фаиннаху ла зулма алейка ал-яум. Саған ешқандай бүгін зұлымдық болмайды. Фатухражу битақатун
فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Сол уақытта жаңа карточка шығарылады дейді. Оның ішінде жазылған أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله деп жазылған дейді. فيقول يا رب ما هذه البطاقة ومع هذه السجلات. Сұрайды, уа Рабби, мынау осынша құжаттармен мына карточка қалай болады дейді. Сонша жаңағыдай жасаған күнә, түрлі жаман амалыңыз бар. Бүкіл барлығы жайылып тасталған, көз жетпейді. Көз жететін жерге дейін жайылып тұр. Көзіңіз қай жерге дейін жетеді, сол жерге дейін құжат жайылып тұр, ойлап қараңызшы. Яғни сіздің дәптеріңіз жайылып тұр. Сол уақытта Алла тағала айтады: «Иннака ла тузлам». Саған зұлымдық болмайды, сен ешқандай қорықпа. Қала фатудау сиджиллату фи каффа вал битақату фи каффа. Таразының бір жағына жаңа құжаттар қойылады дейді. Оның амалдары жазылған. Екінші жағына жаңағы калима шахада жазылған карточка қойылады. Фаташати сиджиллату ва сақулатил битақа. Анау жаңағы сонша құжаттардың барлығы көтеріліп кетеді да, карточка жағы басып кетеді дейді. Фала ясқулу ма'асмиллахи шай. Себебі хадис айтады, Алла тағаланың есімін еш нәрсе баса алмайды дейді. Сондықтан бұл Алла тағаланы бір деп танудың құдіреті. Алла тағаланы бір деп тану ол біздің дініміздің негізі. Бұл аят осы негізді бізге дұрыстап ұғындыратын, ескертетін аят. Сондықтан Алла тағала баршамызды өзін бір деп танып, және бір өзіне құлшылық жасап бұл өмірді момын, мұсылман халде өткізуімізді нәсіп етсін иншалла. Алла баршаңыздан разы болсын. Келесі сәрсенбіде, келесі кезекті аятты иншалла ұғынуға, аман есен жетуге баршамызды нәсіп етсін. Субханака бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настағфирука ва натубу илейк.